Сәлем достар, бүгін асқабақтан пайдалы нан пісіретін боламыз. Асқабағымызды осылай суға қайнатып аламыз, сосын жақсылап вилкамен езіп аламыз. Вилкамен езіп алғаннан соң осылай үстіне айранымызды қосамыз бірінші. Сосын жақсылап араластырып аламыз айран қосқаннан кейін. Араластырып болғаннан кейін мына жерде шекерімізді қосамыз. Содан соң тұзды қосып жібереміз. Сосын жақсылап араластырып аламыз. Қаймағымызды қосып, жақсылап содан соң араластырып дрожжымызды қосып, сосын сұйық майымызды қосып жібереміз. Сосын ұнымызды алып, ұнымыздың үстіне қоспамыздың барлығын араластырып болып қосып, осындай қамыр илейтін боламыз. Осылай қамырды илегеннен кейін сосын кішкене маймен басып қоямыз. Осындай пайдалы жүп жұмсақ асқабақ наны дайын.